Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін қазанның 22-сі. Сабақтың тақырыбы менің отбасым тату. Тату дружный. Моя семья дружная. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Өзі, сам, сама. Адам, кісі, человек. Отбасы мүшесі, член семьи. Шағын, небольшой. Есіне сақта, запомни. Менің отбасымда. Мы говорили, менің отбасым, моя семья. Менің отбасымда, окончание «да» обозначает в моей семье. Сенің отбасыңда, в твоей семье. Оның отбасында, его семье. Өзімнің отбасымда, своей семье. 63-ші бет, 63-й страница, 63-64 страницы, 63-ші, 64-ші бет тыңда, қайтала оқы. Альбек знакомится со своей семьей. Здесь в форме диалога, диалог. Альбек, сенің отбасың қандай? Альбек отвечает, менің отбасым үлкен. Отбасымда 8 адам бар. Бұл кісілер кімдер? Эти люди кто? Бұл кісілер менің атам мен әжем. Бұл кісілер эти люди, бабушка и дедушка. Бұл кісілер мен әкем мен анам. Эти люди мой отец и мама. Бұл кісілер мен ағам мен әпкем. Эти люди мой брат и сестра старший. Бұл мен. Менің кішкентай қарындасым бар. У меня есть маленькая сестренка. Сенің қарындасыңның аты кім? Менің қарындасымның аты Тұмар. Это был страница 64. Диалог. Келесі тапсырма. На 64 странице оқылым. Бірінші тапсырма. Оқылым айтылым. Чтение, говорение. Будем следить. Два текста. Первый текст. Альбек рассказывает про свою семью. Второй текст. Анель рассказывает про свою семью. Менің отбасым үлкен, говорит Альбек. Моя семья большая. Отбасымда 8 адам бар. В семье 8 человек есть. Олар атам, әжем, әкем, анам, әпкем, інім және мен. Они, дедушка, бабушка, папа, мама, старшая сестра, братишка и я. Атамның аты Әділ. Дедушку зовут Әділ. Әжемнің аты Асыл. Бабушку зовут Асыл. Әкемнің аты Асқар. Отца зовут Асқар. Анамның аты Анар. Маму зовут Анар. Әпкемнің аты Дана. Старшую сестру зовут Дана. Інімнің аты Али. Братишку зовут Али. Өзімнің атым Алибек. Свое имя Алибек. Өзім сам. Өзімнің свое. Теперь будет знакомить со своей семьей Анель. Анельдің отбасы туралы. Про семью Анеля. Анель говорит, менің отбасым шағын. Моя семья небольшая. Отбасымда 3 адам бар. В семье 3 человека есть. Олар әкем, анам, әжем, мен. Они папа, мама и я. Әкемнің аты Ғалым. Отца зовут Ғалым. Анамның аты Жәния. Маму зовут Жәния.
Өзімнің атым Анель. Свое имя Анель. Теперь, ребята, на странице 65 екінші тапсырма, 65-ші бет, екінші тапсырма. Теперь вы должны говорить, это дедушка Алибека, его зовут. Это бабушка Алибека, ее зовут. Бұл Алибектің атасы. Оның аты Әділ. Бұл Алибектің өзі. Это он сам Алибек. Бұл Алибектің әжесі. Оның аты Асыл. Бұл Алибектің анасы. Мы говорим в третьем лице анасы. Оның аты Анар. Бұл Алибектің әпкесі. Оның аты Дана. Бұл Алибектің әкесі. Оның аты Асқар. Бұл Алибектің інісі. Оның аты Әли. Бұл Алибектің қарындасы. Оның аты Тұмар. Мы говорили про Алибека, значит, в третьем лице мы говорили. Атасы, әжесі, анасы, әпкесі, әкесі, інісі, қарындасы. Оның аты, его зовут, ее зовут. Келесі оқу тапсырмасы вы должны написать в тетради. 65-ші бет, 3-ші тапсырма. Здесь нужно говорить во втором лице и в первом лице. Значит, как зовут членов своей семьи и как зовут членов твоей семьи, да, членов семьи, твоей семьи. Например, вы пишете, например, вы знаете, как зовут отца своего друга, маму как зовут. Например, у друга есть старший брат или старшая сестра, да? Сен әкенің аты, пишите имя своего друга. Сен анаңның аты, сен ағаның аты, если кто-то қарындас, если есть қарындасы, қарындасының аты, да? Если у девочки сіңлінің аты. Теперь, какие члены семьи у тебя есть? Мен әкемнің аты, имя отца, менің анамның аты, имя матери, мен ағамның аты, если у тебя брат есть, мен әпкемнің аты, имя всех членов семьи. Во втором лице, в первом лице вы должны написать в тетради. Келесі. Здесь даны только вопросы, да, сұрақтар берілген. 66-ші бет, 5-ші тапсырма. Сенің отбасың қандай? Задается вопрос во втором лице. Вы должны ответить в первом лице. Менің отбасым шағын. Сен өзінің отбасыңды жақсы көресің бе? Стоит во втором лице, да? Теперь вы должны сказать в первом лице. Мен өзімнің отбасымды жақсы көремін. Сенің атаңның аты кім? Как зовут дедушку? В первом лице отвечай. Менің атамның аты, имя дедушки. Сенің әжеңнің аты кім? Как зовут твою бабушку? И в первом лице. Менің әжемнің аты, имя своей бабушки. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.